Сәлем достар, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай үкілмелі печеньяның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте оңай және тез дайындалады. Көп ингредиенттерді қажет етпейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Алдымен біз ыдысқа жұмсақ сары майды салып аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын сеуіп, жақсылап миксерлеп алуымыз керек. Шамамен 1-2 минут миксерлейміз. Біздің массамыз ағарып, бір келкі етіп болып шығады. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаны ағынан сарысын бөлек ажыратып алуымыз керек. Одан кейін жұмыртқаның ағын біздің массаға қосып миксерлеп аламыз. Осы жерде мен шымшым тұз бен ванилинді қосып жіберемін. Енді 2-3 бөлікке бөліп, миксерлеп отырып, біз ұнымызды қосамыз. Сол кезде бізде осындай қою қамыр шығу керек. Осындай бір келкі ұнды көп қосып жібермеңіздер, осындай консистенцияда шығады. Енді пергаментті противеньге төсейміз. Қамырымызды кондитерлік мешокқа салып аламын. Оны осылай кондитерлік насадкамен печеньяларымызды орнатып шығамын. Енді қызып тұрған 180 градусқа пешке біз печеньяны саламыз. Шамамен менде 15-20 минуттың ішінде пісіп шықты. Қалған қамырдан мен осылай шариктер жасадым. Оның ортасынан саусағыммен бастым. Сол кезде менде осындай печеньялар шықты. Ал міне біздің печеньямыз пісті. Енді мен шоколадты ерітіп, осы печеньялардың орталарына осылай құйып шықтым. Негізі бұл міндетті емес. Міне біздің үгілмелі печеньямыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Шаймен ішкенге нағыз печенье. Қараңыздаршы, қалай үгіліп тұр. Өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер мен видеом ұнаса, каналды қолдап, лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер, өте риза болып, қуанып қалар едім. Астарыңыз дәмді болсын.